Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Менің бүгінгі мастер-классыма қош келіпсіздер. Біз бүгін мастер-класста тағы да осындай чехол тігетін боламыз. Бұл турецкий ромбик велюр. Перденің матасы, бірақ өте сапалы және де қалың. Бүгінгі мастер-классымызда біз осы жаңадан мына орындығымыздың аты Хюррем екен. Бас жағы, спинкасын бас жағы жалпақ болып келеді, төмен қарай түскенде жіңішкере береді екен. Бұның моделі өте басқаша, сол үшін бұның тігілуі де басқаша болды, қыздар. Айтқанымдай, біздің жаңағыдай өзіміздің секретімізді жасадық бұған астынан, осындай төрт жағынан лента байлап, мына үсті жылжымайтындай қылып. Енді тағы бір айтып кететінім, біз мынандай екі шетіне бантик жасап, артына мындай сборочка қылдық. Міне. Өйткені неге? Өйткені мына жағы салбырап кететін болды, қыздар. Біздің столымыздың басы өте жалпақ болғандықтан, мына жағы салбырап, қолпылдап кеткен үшін біз мынандай сборочка жинап, мынандай қылып сәнді қылып, екі жағынан әдемі қылып осындай стиль шығардық, байлап қойдық, нежный, красиво болды. Мына жақтарын бетіп жинап қоямыз. Міне. Сол кезде мына жағы изгиб болғаннан кейін, мынандай дугасы бар екен бас жағында. Сол үшін бұл былайынан қолпылдап былай жақтпасын деп, мен мына жағына әкеліп бұны байладым. Мінеки осындай әдемі тегіс етегінде осындай ғып жинады. Үстіне мынандай тігіс жинадық. Енді бұл жерге тесма тікпейміз, қыздар. Өйткені матаның өзі қымбат. Мынау метрі 4000 теңге екен. Мінеки қараңыздар жақыннан. Бұның кестесі өте қалың тігілген және де әдемі сапалы жіптермен. Алдыңғы велюрымыз, ромбик велюрымыз біз китайский велюр болатын, но онда сапасы жақсы, жұмсақ әрі созылатын, эластичный. Мынау қалың және де өте керемет. Енді қазір осы стульчигімізге чехолды қалай матаны, қалай өлшем аламыз бірінші бұл стульчиктің. Екіншіден матасын пішуді көрсетемін және де тігу барысын көрсетемін. Осы этаптардан өтеміз. Мінеки мен өзімнің стульчигіме керек нәрселер дайындап қойдым, бәрін пішіп. Видеомнан алыстамаңыздар, көрермендер. Аяғына дейін көрсеңіздер, бәрі түсінікті болады. Сіздерге тамшыдай пайдам тейсін деген ниетпен мастер-классымызды бастайық. Құрметті көрермендер, мінеки осы столымыздың өлшемін алуға кірісейік. Ол үшін сантиметровый лентамызды дайындап қойдық. Мінеки мына бас жағынан өлшем аламыз. Мен бәр жерін бейтіп өлшедім. Өлшеген жерлерім мінеки. Мына жерден, мына орындықтың дәл артына баратын жеріне дейін. Басындағы мына жерді өлшедім. Сосын ортасын өлшедім. Өзіме керек болып қаладау деген жерлерді өзіме өлшем алып, суретін сызып. Мінеки орындықтың да үш жерін өлшеп болғаннан кейін енін. Қыздар, мінеки бәр жағына 1 сантиметрден қостым тігіске. Шамалап. Ал общий мынандай, мына жағы мінеки 63 сантиметр болды. Мына жағынан 48 сантиметр примерно алдым. Қазір мен қағазда бәрін көрсетемін. Онан кейін тағы бір айтып кететін жағдай, бұл столды мына ернегі өте қалың екен. Мінеки көріп тұрсыздар. Қалыңдығы 5 сантиметр. Оны да мына енінің ұзындығына қосатын боламыз. Сосын астына желбір тіккенде, мен 17 сантиметр алдым. 1 сантиметр тігіске шамалап кеткен өзінде, мына жақтан келеді екен желбірі. Біздің хит болған матамыз мінеки турецкий ромбик велюрдан. Мінеки қыздар, шамамен енді мынандай қылып мен стульчиктің суретін салып алдым қағазға, және де жаңағы өлшемдерді осыған түсіріп алдым өзіме есептеу үшін.
матамыз ысырап болмау үшін осылай жасап алсаңыздар өте ыңғайлы. Енді жаңа мен айтқандай, стульчиктің үсті 37 сантиметр плюс міне 5 сантиметр екі жағында ағашының қалыңдығына мен шамамен 6 сантиметр қостым. Сонымен 47 плюс 6 сантиметр, міне 3 сантиметр екі жағына 6 сантиметр, 53. Біздің стульчигіміздің жалпы ені 53, ал спинкасы 63. Бұл ені ұзындығын енді спинкасы орындыққа дейін міне 63, және мына жақтан міне орындықтың мына сидушканың орны 47. Мен 48 деп алдым. Примерно 1 сантиметр анау тігіске кетеді, болмаса тартылуы мүмкін лентамен. Және де ені отыратын жердің әртүрлі екен қыздар. Бұл столдың да мына жағынан 41 сантиметр, мына жағынан 44 сантиметр міне. Және мына жағы 46 екен. Плюс 1 сантиметрден қосқанда 47, 45, 42 деп есептеп ала береміз. Мына жағы етегіне тігілетін желбіріміз 16 сантиметр болады, плюс 1 сантиметр тігіске жалпы 17 сантиметр аламыз. Ал енді арқасы, столдың арқасы тап солай ені 53, бірақ ұзындығы 68 болады. Өткені астын қайтарып біз лента жалғаймыз. Не үшін лентаны қалай біз жалғайтынымызды менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, бәрі құпияларды көретін боласыздар. Құрметті көрермендер, біздің ромбигіміз жаңа есеп өзі жалпы ол перденің материалы болғандықтан 2,80 болады ұзындығы. Оны тең жартысына бөлгенде 140 болады. Бірақ шамамен біз чистка жасаймыз, мынандай кромкаларын алып тастаймыз. Сол үшін ол шамамен 137 сантиметр қалады. Оған 45 сантиметр однотоннын жалғаймыз. Өткені стульчигімізді спинкасы өте биік, сол үшін біз жалғау қосамыз. Мінеке қыздар, біз мынандай ромбик велюрді 1,6 сантиметрден 1 метр 6 сантиметрден 4 мынандай ромбик шығара аламыз. Алдыңғы видеода сіздер көргенсіздер. Бұл енді сәл басқаша, ол депутат стол еді ғой, бұл Хюррем деген стульчик. Соған қараңыздар, мен мына жерде шамамен міне 53 сантиметр алдым. Ені 53 болды міне. Ұзындығы мына ромбик матаның өзі перде матасы болғандықтан ұзындығы білесіздер 2,80. 2,80-нің тең жартысы шамамен 140 болады. Бірақ мына кромкаларды алып тастап ондай-мұндай қылғанда, чистка жасағанымызда 137 шамамен шығып тұр міне ұзындығы. Бұның артына міне однотонныйдан мен ені 53, міне 53, жалғау неғып алдым, қиып алдым. Ені 53, ал ұзындығы 45. Мынау міне ромбиктің ұзындығы, мынау жалғаудың ұзындығы. Жалпы біздің матамыздың ұзындығы 182 сантиметр болды қыздар. Мінеке стульчигіміздің өлшемі бойынша 63 ол спинкасын алды. 47 ол сидушкамыз, зона сиденья. Мынау 68 ол столымыздың арты, спинкасын арты. Бәрін қосқанда шамамен 178 сантиметр болды. Ал енді 182-ден 178-ді алсақ 4 сантиметр қалып тұр. Оны қайырып, мына лентамызға орын қалдырамыз, артын қайырып. Видеом соңына дейін көрсеңіздер, білесіздер не үшін 4 сантиметр мен артына қалдырдым. Ал енді етегіне біз мынандай полоскаларды қиып аламыз. Міне. Ұзындығы 2,80 болады кәдімгі однотонныйдан. Міне перденің материалы. Ал ені 17 сантиметр. Міне. Бір стульчикке осындай кетеді. Міне полоскасы. Бұл үшінші бөлігі. Міне мына жерге жазып қояйын. 2,80-ге 10. Міне бір орындыққа 17 сантиметрлік ені, ұзындығы 280, мынандай полоскамыз дайындап аламыз. Міне бірінші ромбик, онан жалғау 45 сантиметрлік, онан кейін мынау 2,80 мен 17 сантиметрлік желбір астына.
Дальше бір орындыққа міне 3 метр лента кетеді мынандай. Мен пломбир түсін таңдадым. Не үшін 3 метр? Мына 4 жағын ұстап тұратын алдыңғы видеода көргендегідей жағы судырып жағдай орындығымыздан тайып кетпеу үшін 4 жағын тоқтататын 50 сантиметрлік лентадан 4 штук міне 4 жағына тігілетін. Ал мынау құпия қыздар. Видеом соңына дейін көрсеңіздер, білесіздер не үшін екен. Бұл лента 1 метрлік. 1 метрден 1 штук керек. Оны кейін түсіндіремін. Ал енді мына 17 сантиметрлік 2,80 матамызды қазір пішуін көресіздер. Және де 45-ке 53 енді. Білесіздер, жалпы орындығымыздың спинкасы ені 53 болды, ал ұзындығы 45. Міне мынау әдемі ромбигіміз. Бұл бүкіл алдын жабатын болады, және де мынаусы артына кететін болады қыздар міне. Мына біткен жағын қиып тастамаймыз, матаны экономдаймыз, чехолға әдемі кетеді. Бұны артына жібереміз. Оны кейін көресіздер тігу барысында. Енді однотонный матадан мен 45 сантиметрді мінеке қиып алдым. Ұзындығы мінеке түсіріңіз. Міне. Ұзындығы 45, міне. Ал ені 53. Міне, менде 53 мына жерден бітіп тұр. Және тағы мінеке 3 сантиметр қосылыпты міне. 53. Ал енді қалай оны пішеміз? Міне мен ромбигімді дайындап алдым. Көріп тұрғандай. Міне. Және де міне мен ромбигімді беттестіріп қойдым. Әдемілеп, міне қыржым жоқ, тегістеп жатқызып аламыз да қыздар. Міне 53 сантиметрден белгілеп өзімізге метка қойып аламыз. Міне былайынан асықпай теп-тегіс қылып қойып аламыз да. Лентамызбен мындай ағашымызды қойып, мінеке сызып аламыз. Барлық нүктелердің үстіне ағаш түскен кезде барып сызыңыздар. Мына нүкте мына жер тұр. Міне, барлық нүктелер бір кейінгі қылып түскеннен сызамыз. Және де міне мына жағын сызып аламыз. Енді бұны қиямыз. Жақтарын дүзе жібересіздер. Екі жағы бірдей пішілу үшін. Так, мінеке қыздар, енді осының дәл ортасынан бөліп жіберемін. Дәл осы тұрсында, міне, тегістеп бір-біріне міне, дәл ортасына қайшыны тығып, ромбигімізді екі бөліп аламыз. Екі орындығымызға ромбигіміз дайын. Бірақтан да қыздар, всегда айтайын сіздерге, әрдайым мына жағын орындықтың үстіне жібереміз. Ал мынандай бұл перден материал болғандықтан, біреуіне мынандай етегінің ойы түсіп қалады. Ал біреуіне мынандай болып түсіп қалғаны үшін бұларды артына жібереміз. Бұл түсінікті болған шығар. Мінеки, 1 метрден 2 шығарамыз, ол 2-ге бөлген кезде 4 болады. Мынау мінеки однотонный велюрымыз, қараңыздар. Осыған подцвет қылып бежевый түсін алдым. Және де мына дүзеп аламыз. Ешқандай бір қыржым болмау керек. Міне, әдемдеп жату керек мата тегіз. Бағанағы есеп бойынша мінеки 17 сантиметрден мен осылай сызып алдым. Бір-біріне беттестіріп қойып, бірден қиямыз, уақытты үнемдейміз. Міне, осылай сызып аласыздар. Қанша орындыққа тіксеңіздер, сонша өзіңізге сызып аласыздар. Міне, кеттік ал. Дәл осы сызып алған бойды былайынан ұстап тұрамыз. Велюр болғандықтан қыздар бұл тайғақ болады. Міне, көрдіңіздер ме? Былай алып кетеді. Новичоктар енді бастап жатсаңыздар, мына жерлерге ине қыстырып алсаңыздар да болады.
Мінекей мынандай кромка деген жерлері пайдасы жоқ, алып тастаймыз. Жаман көрініп тұрады бұл. Сол үшін алып тастаймыз бұл сызығын шетіндегі кромкаларын. Ал біздің не астына тігетін, етегіне тігетін андай желбіріміздің полоскасы неше бөліктен тұрады. Біздің орындығымыздың немесі. Міне желбірі. Мынау жаңағы ромбигі алды мен спинкасына кететін. Және де артына кітті жетпей қалған жерінің мынандай жалғауы. Міне. Осы үш бөлікті біз пішіп алғаннан кейін біздің чехолымыз дайын болады. Астына білесіздер, мен солай жасаймын. Сіздерге де кеңес беремін солай жасауды. Стульчигімізге киізгеннен кейін балдар мынандай қылып мынау қисайып кетпейді, асты ұстап тұрады. Мына ленталарымыз осы 2 метрді 50 сантиметрден бөліп төрт жағына тігетіміз. Ал мына лента 1 метрлік лентаны видеом соңына дейін көрсеңіздер, түсінесіздер. Бұл қай жеріне тігілетін құпия лента. Құрметті достар, сіздерге сәттілік тілеймін. Менің осы мастер-классымды көріп, рахат алып, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Подписация етіп, қоңыраушаға жазып, және де сұрақтар тастап маған. Сұрақтар жазған адамдарға бірден сұрақ жауап беруге дайынмын. Егер де бір невелер көріп тұрсаңыздар, жазсаңыздар болады. Мен сіздердің сындарыңызды әрдайым қабылдаймын, және де ендігі видеомда сол сын айтқан подписчигімнің дұрыстауға тырысамын. Ал кеттік, сәттілік бәрімізге. Құрметті көрермендер, ең бірінші біз мен айтқандай, мына велюрымыздың етегінде осындай узоры барды, біз артына жібереміз дедік. Сосын бұл артына ең бірінші мына 45-ке 53 деген однотонныйден қиып алған кусогымызды жалғаймыз. Ол біздің мына орындығымыздың міне бұлайынан арты болып есептеледі. Мына жағы. Міне бұлайынан тігіп аламыз. Кеттік. Мінекей бұлайынан ұштастырып аламыз да. Мына жағы кіттай мынандай болып қалды. Ол еш нәрсе етпейді, қыздар, өйткені біз мына велюрді артығымен алғанбыз. Бәрі болады, дұрыс болады. Енді мына жағын тағы бір тігіп жібереміз. Ендігі тігісіміз бұлай аударып алып, мынаның үстімен жүру. Теріс жағымен қазір мынаны ыңғайластырамыз. Мінекей, дәл мына столдың ортасына келтіріп аламыз, мына орталарын. Мына жағын ұстап тұрып, мына жақтарын басамыз. Енді не қыздар, мынандай жаңадағыдай бүйтіп қисық болып тұрмау керек. Не арқасы тегіс болып тұру керек. Содан белгілейміз. Қай жерден қайратынымызды. Мынаны да бірден белгілеп аламыз. Сіз білесіздер, басында біз мына ағаштың қалыңдығы үшін біз 5 сантиметр артық алдық. Сол үшін орындығы да 5 сантиметр артық болып кеткені үшін бірден бұл жақтарын бұлайынан сызып алып, не стульчигімізді міне бұлайынан мына жақтарын артық екенін білеміз. Сол үшін бұларды кейінірек қиып тастаймыз. Және де мына жеріне лента тігетін жерді бұлай белгілеп қоямыз. Міне бұл біздің жаңағы стульчигіміздің ең шеті дегенді білдіреді. Енді міне спинкасын мына жеріне келген кезінде бұлайынан бүйтіп
яркий қызыл ручка болса, көк ручкамен безен не қылып аламыз, белгілеп аламыз, қыздар. Ал енді мына жағынан ұстап отырып, не? Осы шетінен бастап тігемін. Беттестіре отырып. Белгілеген жерді көріп тұрсыздар, міне. Мына стульчигіміздің спинкасы бітетін жер, міне, ручкамен. Соған жетер жетпес қылып тоқтатамыз. Ол примерно мына жерінен болады. Неге қыздар мына бас жағын біз жіңішке қылып аламыз? Өйткені мінеки орындығымызға қарасаңыздар, мына жағы өте қалың, көріп тұрсыз ба? Мінеки. Мына жағын дөңгелетіп, мына артқа қарап неғылған кіттай, не десем болады? Майыстырған мына ағашты. Сол себептен ол қатты көп матаны талап етеді екен. Сол үшін мен мына жақтарын жіңішке қылып алып, мына жақтарын жуандау қылып аламын. Көріп тұрсыздар, е? Мен белгілеген жерге, міне, тура сол жерге апармаймын, сәл алшақтау қылып аламын. Қайтарып жіберемін. Берік болсын деп бекітемін. Мінеки қыздар, мынандай арты осылай болды. Міне жалғауымыз әдемі жалғанды. Екі шетін тігіп алдық. Енді көрейік кигізіп, егер қате болса ерінбей сөгітіп, қайтадан тігеміз. Ал қазір кигізіп көрейік, бісміллә деп. Міне қыздар, оңай кигізілгені белгісі, что бәрі дұрыс. Мейлі сәл кең болса да еш нәрсе етпей, тар болмаса болды. Ал мына жағында төсеп көреміз қазір. Мінеки қандай керемет болды. Міне арқасы да осылай тегіс жатып тұр. Чехолымыз керемет әдемі болды. Енді мынаның астың қайыры ортасына қалай лентамызды салып жіберетін тәсілді көреміз. Экранымнан алыстамаңыздар. Мінеки 1 метрлік лентамыз. Бұның ұштарымен кіттай өртеп мынандай қылып бекітіп тастадым. Енді бұны мына жаңағы артқы жағына, мына жалғаудың ең ұшына бетіп қойып аламыз. Көрсетем сіздерге. Бұның да ортасын тауып алған абзал. Егер де сіз алдын тікпеген болсаңыздар, онда сіздерге қиын болады. Міне мен үшкімен белгілеп жібердім. Мынау мінеки ортасы, міне. Тап солай лентамның да дәл ортасын табамын. Дәл ортасын табамыз, мінеки. Мынау болады екен. Және де мына жылтырақ жағы болады мына лентаның. Және мына теріс жағы жылтырамайды. Жылтырақ жағы бұлай сыртқа қарап тұру үшін біз мына ортасын мына ортаға қойып аламыз, міне. Мінеки. Қойып аламыз, сәл артықтау қылып. Мынаны бетіп беткеннен кейін, міне, сәл мына жер артықтау болу керек, қыздар. Сәл былай қорықпаңыздар еш нәрседен. Көп болса қайтадан сөгітесіздер. Енді бір штук инемен мына ортаға жақын жерді бетіп қадап қоямыз, лентамыз тайып кетпеу үшін. Және де осы жерін бірден машинкеге салып тігіп аласыздар. Бұны неге істедік? Кейін болашақта чехолымызды шешіп машинкеге салып жуған кезде, мына машинканы білесіздер, отжим қылған кезінде өте қатты айналған кезде мынау ұшып шығып кетуі мүмкін. Ал енді бұл лентамыз шықпайды, не. Дәл ортасынан бекітіп қойдық. Енді осы бекіткен ортадан былай қарап жүреміз. Қойып қоямыз, қойып аламыз, түзеулеп.
Міне оңай, өте оңай қыздар. Қиын еш нәрсесі жоқ. Мынаны қайырған жерімізбен бірдей қылып аламыз да. Мінеке. Тура мына шетіне мен тіктім. Былайынан болады. Кейін былайынан мен жинап қоюымызға ыңғай болады. Енді мына жағын бекітіп, түйіп қоямыз. Түйіп қойсақ сетінеп кетпейді тігісіміз. Дәл ортасынан қайтадан қоямын шетіне. Мына жағы былай болып тұрмау керек, былай болмау керек. Түзу, бүгілген сызықпен әдемі болу керек. Ал бәрекелді тігіп болдық. Енді осы жағында бір түйемізді тағы да бір рет кигізіп сіздерге көрсетемін. Ал мінеки қыздар, мынау жаңағы лентамызды былай қыламыз. Және де былай қылған кезде екеу екі жағынан түйіледі. Мына жерге әдем бантик болады. Бұны неге істеген себебіміз көріп тұрсыздар ма? Өйткені стульчигіміздің басы мына жағы жалпақ, мына жағы жіңішке болу үшін, қолпылдап кетпеу үшін, мына арты бейтіп салбырап тұрмау үшін біз сөйтіп байлап, әрі әдемі қылып, сәнді қылып екі жеріне бантик жасаймыз. Ал енді көрермендер, мен жаңа сызып алған жерді былайынан әкеліп қиып тастаймыз. Мына жақтан біз мына жерге қайыр жібереміз. Примерно мен сіздерге айтып жатырмын. Дәл өстіп қайырып тастаймыз мына жаққа. Ештеңе етпейді, ол дөрекі, бір түрлі болмайды. Үйренесіздер, бір білдіресіздер, екі білдіресіздер, кейін мастер болып шыға келесіздер. Дәл өстіп отыратын орындығымыздың размеріне сәйкес қылып алдық. Сәл білесіздер, мен 0,5 мм артық қылып алдым жаңа, тігіске де алдым да. Мына бір полоскамды, қыздар, осыған енді тігіп шығамын. Чехолымды аударып, мына шеттен бастаймыз. Мына шеттен, мына спинкадан емес, мына жерден бастаймыз. Мынауымыз ворсты астыға қарау керек. Сол үшін мына жағын алады екенмін. Былайынан бұл бейтіп тұрған кезінде ворст астыға қарау керек. Бейтіп тексеріп аласыздар, қойып тұр. Значит, осы жағын беттестіреміз. Тігуге дайындаламыз. Примерно на глаз, қыздар, өздеріңіз қалағаныңша бүктеңіздер. Мұндай қалың қылып бүктейсіздер ме? Міне көріп тұрсыздар ғой. 5 сантиметр бүктеппін мына жерде. Біреулер жіңішке қылып бүктеген жақсы көреді. Жіңішке қылып бүктесеңіздер 3 сантиметр екен. Ал мен 5 сантиметрден бүктеймін, қыздар. Өйткені менің мына полоскамның ұзындығы 2,80 жетеді. Арақашықтығын да, қыздар, примерно өздеріңе байланысты, өздеріңіз қалағанша аласыздар. Қаласаңыздар ашық қылыңыздар, қаласаңыздар тығыз қылыңыздар. Мен примерно арақашықтығын мінекей көріп тұрғандай 8 сантиметрден алып жатыр екенмін. Примерно мен көзбен солай алып кете беремін. Главный екі шетіне 4 рет бүктеледі, және алдыда 4 рет бүктелсе болды. Бүктеу саны тең болса болды, қыздар. Неше рет бүктелдім? Біреу, екеу, мынау үшіншіміз. Міне, қыздар, углға келгенде көрдіңіздер ме? До конца тігіп алдым да, содан кейін барып, міне, лайнан қайырып аламыз. Міне, мына жақ, мына жерге жағаласпау тұру керек, наискосок тұру керек. Сосын барып, мына үстін бейтіп қайырып аламыз.
Енді осының үстіне бір тігеміз. Былайынан тігіп жібереміз. Былайынан бұрышын тігіп алғаннан соң дәл сол жерге былай қойып аламызды. Алды жағынан қайтарамыз. Алды жағынан кішкентай жүргеннен кейін түйеуін бастаймыз. Міне қыздар, дәл жаңағыдай мен көрсеткендей мына жағын наискосок қойып алып тұрып, қайтарып аламызды, үстінен бір рет өтеміз. Кіттай тік болғаннан кейін складкамызды істейміз. Енді мына жағына өттік. Складкамызды бастаймыз. Араларында 5 сантиметр қылсаңыздар да болады, 8 қылмай. Былайынан. Енді былайынан қайырып алып, астын былайынан қайтарып алып, мына үстімен, мына ромбиктің үстімен жүреміз, бекітеміз бәрін. Міне қыздар, мына жерге келгенде сәл қиындау болып жатыр. Мына жерге түсіп қапты, мына түйіншегі да, мынандай бусинкасы. Міне астын көрсеңіздер, мінекей былай қайтарып, мына үстімен жүріп бара жатырмыз. Мына бұрышында дәл солай. Міне. Мінекей, құрметті көрермендер, мынау жаңағы стульчигіміздің шеті деп мен белгілеген жерге мына лентамды, қысқа лентамды, 25 сантиметрлік лентамды қойып алдым. Және де дәл осы жерден бір іліп аламын. Көп ілудің қажеті жоқ, болды, осы бір жіп ұстап тұрады, өйткені бұл тартып тұрмайды. Бағанағы мына артына салған лентамен байланып, бұл осындай бантик болатын жері. Бұлай қылып, мына жағында мына қойылған жерге қойып аламыз да, міне кусогымыз. 25 сантиметр ұзындығы, ондай көп ұзындау қылып алудың қажеті жоқ. Сәл мына сызылған сызықтан бері қарай үстінен іліп шығамыз. Міне мынаумен байланатын түсіндіңіздер ғой, міне мына артымен мынандай бұл байланып тұратын жер. Мынаны бетіп жинаймыз дедім. Енді міне белгілеген мына жеріміз бар. Енді төрт жағынан 50 сантиметрлік ленталарымызды тігіп шығамыз. Ол столдың астына байланады. Білесіздер, үсті қимылдап кетпеу үшін. Мінекей дәл орталарын тауып алып, бір-біріне қарама-қарсы қылып, мен тігіп алып жатырмын. Енді мына жағын ортасын тауып аламыз. Міне ақырғы лентамызды тігіп жатыр. Қазір чехолымызды кигізіп көрсетемін сіздерге, құрметті көрермендер. Бір-бір іліп шығамыз. Бұларға өте қатты салмақ түспейді, үзіліп кетеді, жыртылып кетеді деп ойламаңыздар. Мінекей қыздар, мынау міне артқы жағымыз міне былай тігілді. Міне біз невемізді тақтық. Және де қысқа 25 сантиметрлік лентамызды қостық. Міне асты былай болды. Төрт жағынан міне стульчиктің астына бекітілетін жері. Мынау желбіріміз мінекей. Мынау міне беті. Міне осылай керемет чехол шығардық, әнекей. Шығарып аламыз, қазір байлаймыз, сіздерге көрсетемін бәрін. Міне төрт жағында міне ленталар шығып тұр, қазір байлауға ыңғайланамыз. Арты міне лентамызды шығарып аламыз. Мына лентамызды бүйтіп бүктеп алып байлаймыз.
әдемі бантик қыламыз. Мына жағында. Мінекей, құрметті көрермендер, мына арты дәл осылай болып тұрады, міне, әдемі болып. Астын Мінекей, құрметті көрермендер, осындай керемет чехол тігу үшін осы мастер-классымды бірнеше көріңіздер, асықпаңыздар. Және де келесі мастер-класста кездескенімше қош саламат болыңыздар, сау болыңыздар. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін.